Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода 2-ақ ингредиенттен тұратын және 2-ақ минутта дайын болатын осындай мармелад жасайтын боламыз. Өте дәмді, нәзік әрі ауызға салғанда еріп кететіндей дүкеннің мармеладынан кем емес жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Суымызды желатиніміздің үстіне құйып, жақсылап араластырып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Бізде суымыз желатинді өз бойына сіңіріп тұруы қажет. Мінекей бізде дайын болды. Енді осыны водяной баняда болмаса микроволновкада осылай ертіп алатын боламыз. Енді ыдысымызға құйып, оның үстіне кез келген компот болсын, сок болсын, кез келгенін қолдана аласыздар. Осылай үстіне құямыз. Менде осындай өріктікі, ішінде өте шекері көп, шекері аз болған жағдайда қосуларыңызға болады. Неке осындай силиконовый форма қажет болады. Мен осындай барнитка қолдандым. Сіздер кез келгенін қолдана аласыздар. Барлығына осылай толық жеткенше құйып шығатын боламыз. Және де үстіндегі ақ көбігін осылай салфетканың көмегімен алатын боламыз. Ақырын ғана алып, жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Мінекей бізде мармеладымыз қатты. Енді силиконовый формамыздың жан-жағын ақырын ғана босату арқылы өстіп ажыратып алатын боламыз. Өте оңай ажырайды. Силиконовый формаға міндетті түрде сондайға құйыңыздар. Өте керемет әрі әдемі болып шықты. Барнимен өте сүйкімдірек болып тұр. Біздің балапандарға өте қатты ұнайды. Мен жиі жасап беремін. Мармелад дүкеннің мармеладынан кем емес. Сіздерге де осы рецепті ұсынуды жөн көрдім, өйткені сіздердің де балапандарыңыз өте қатты ұнататын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 2-ақ ингредиенттен және де 2-ақ минутты талап ететін бұл мармелад. Және де менен қандай да бір рецепт күтетін болсаңыздар, астына жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Әлі де көп рецепттер шығатын болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған келінка Майра Құлам. Қош, сау болыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет.